жоғары сапалы бұлшық ет жинау бодибилдерлер үшін үлкен жұмыс екенін ешкімге құпия емес. Бірақ спорттық мансабын аяқтан кейін сол қалыпта ұстап қалу әлде қайда қиын. Танымал бодибилдерлер жарыстарға қатысуды тоқтатқаннан кейін қалай өзгергенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. 90-шы жылдардағы танымал бодибилдерлердің бірі 1997 жылы ол НПС ұлттық чемпионатының абсолютті жеңімпазы болды. Бірақ 2003 жылы бүйрегінде қиындықтар басталып, бірнеше оңалту курстарынан кейін мансабын тоқтатуға тура келді. Қазіргі таңда ол жұбайы екеуі жылжымайтын мүлікпен айналысып, 2 бала өсіріп отыр. Қазір оның жасы 49-да. Бодибилдингтегі маңызды тұлғалардың бірі ол 6 рет мистер Олимпияны жеңіп алды. Сол қолының бицепсісі мен трицепсісі жыртылғаннан кейін 1997 жылы спорттық мансабын тоқтатуға тура келді. Ал қазір ол 2 есе кішірейіп қалған және кезінде атақты бодибилдер болды дегенге сену қиын. Қазір оның жасы 56-да. Австрияда тұратын иорданиялық бодибилдер өте танымал. Ол 1989 жылы күрделі жарыстарға қатыса бастады. 90-шы жылдары аренада біраз уақыт жоғалып кетті және 2001 жылы ол салтанатты түрде қайта оралды. Тіпті мистер Олимпия конкурсында 10-шы орын алды және бұл өте жақсы нәтиже. Мұхаммед Хасен Венада өз фитнес орталығын ашып, жаттығуды тоқтатты. Бұл швейцариялық бодибилдер 2002 жылы салмағы 310 килограмм болатын зілтемірді көтеріп тұрғанда ауыр жарақат алды. Бұл тізе буынының ашық сынуымен жаттығу залына баруды тоқтатты. Оған 2 рет ота жасалғаннан кейін оған қайтадан жүруді үйренуге тура келді. Зейн ешқашан үлкен көлемді болмады. Оның спорттық мансабында салмағы 90 килограмм ғана болды. Ұлы жеңістерден кейін Фрэнк спорттық мансабын аяқтап, бодибилдинг жаттықтырушысы болды. Әйелімен бірге 76 жастағы бодибилдер жас спортшыларды спортпен айналысуға көмектеседі және спорт туралы кітаптар жазады. Бодибилдинг аңызы. Ол 8 рет мистер Олимпияны жеңіп алды. Бірақ сонымен бірге денсаулығында да отырғызды. 2007 жылы зейнетке шығып, бір қатар оталар жасатты. Соның ішіндегі ең ауыры жамбасына және бел омыртқасына жасалған оталар. Соған қарамастан, ол өзін қалыпты ұстауға тырысып, жаттығулар жасап жүр. Әрине ол бұрынғы бұлшық еттерін қайтара алмайды. Қазір оның жасы 54-те. 1970 жылы ең үздік бодибилдер болып танылған Австриядан келген жас бодибилдер көбісін таң қалдырды. Болашақта тағы 6 рет Олимпияны жеңіп алды. Арни өзінің спорттық мансабының аяқталғанын 80-ші жылдарда жариялаған еді. Қазір оның жасы 71-де. Жүрегіне бірнеше рет ота жасалғанына қарамастан жаттығу залына барып тұрады. Әрине, бұрынғы бұлшық еттерінің ізде қалмаған.